Құрметті әріптестер, мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімі нөмір 152 мектеп гимназиясында педагогик экспертпін. Аты жөнім Алимова Салтанат Жеңісқызы. Менің элективті курс бағдарламамның тақырыбы Let's Discover Kazakhstan. Бұл 9 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат көлемінде оқытылатын бағдарлама. Келесі. Өз елінің мәдениетін, дәстүрі мен ұлттық құндылықтарын білу әрбір Қазақстан азаматының борышы. Бұл ақпараттарды ана тілімен қатар халықаралық тілде оқып, дамытып, өзге жерде туған ел туралы толыққанды хабар бере алу үлкен жетістік. Осы орайда оқушыларға елтану бағытында ағылшын тілінде білім беру оқушылардың лингво-мәдени құзыреттілігін қалыптастырып, мәдени қоғамда өз орнын сезінуге, шығармашылық ойлауға, өзін-өзі дамытуға, алған білімдер мен дағдыларын күнделікті өмірде, болашақта қолдана алуға тәрбиелейді. Let's Discover Kazakhstan элективті курсы 9 сынып білім алушыларына арналған. Бағдарлама мемлекеттік білім стандарттарына негізделіп, ағылшын тілі пәнін оқыту бағдарламаларын басшылыққа ала отырып жазылды. Оқу курсы елтану бағыты бойынша Қазақстанның мәдениеті, тарихы, білімі мен экономикасы, салт дәстүрі жөнінде оқушылардың ел туралы қосымша білімін жетілдіруге көмектеседі. Бұл курстың мақсаты Қазақстанның тарихи және мәдениетін, елдігі, саяси жүйесі, білімі, салт дәстүрі туралы оқи отырып, білім алушылардың лингво-мәдени құзыреттілігін дамыту, коммуникациялық қабілетін жетілдіру, теориялық білімді тәжірибемен ұштастыруға бағыттау. Бағдарлама елтану бағыты бойынша кең көлемді ақпарат береді. Түлектер жалпы европалық стандартқа сай білім алады. Бағдарламаны аяқтағаннан кейін ағылшын тілінде лексикалық, грамматикалық біліктілігі қалыптасып, тәжірибеде туған ел туралы толымды ақпараттар бере алады, айтылым дағдысы дамиды. Яғни бағдарлама ағылшын тілінің айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым дағдыларын дамытуға бағытталып, оқу пәнінің білім беру мазмұнын анықтайтын мемлекеттік білім беру стандарттарының негізінде жасалды. Енді бұл бағдарламаны оқу барысында күтілетін нәтижелер: қарастырылып отырған тақырыптар бойынша оқушылардың танымы артады, лингво-мәдени білімі қалыптасады, Қазақстан тарихына, елдігіне, мәдениетіне, салт дәстүріне қатысты барлық білімдер іс жүзінде қолдана біледі, берілген тақырыптар бойынша аналитикалық ойлауға дағдыланады, ұлттық ерекшеліктерге байланысты өз ой пікірлерін шетел тілінде еркін жеткізуге үйренеді, әртүрлі деңгейлердегі тапсырмаларды орындай біледі, берілген тақырыптар туралы қосымша ізденеді, қарастырылып отырған тақырыптарға сәйкес сыни ойлауға дағдыланады. Енді Let's Discover Kazakhstan бағдарламасының сіздерге нормативтік бөлімі ұсынылып отыр. Бұл модуль 8 модульдан тұрады. Бірінші модуль Country and Symbols деп аталады. Бұл жерде әртүрлі тақырыптар, 4 тақырып берілген. Білім нәтижесін презентация жасау арқылы топтық жұмыс, жоба дайындау, эссе жазу, астына is in my heart деген тақырыптарда эссе жазу арқылы білім нәтижесін көрсетеді. Екінші модуль Geography, үшінші модуль Education System of Kazakhstan, төртінші модуль Famous People of Kazakhstan деп аталады. Әр бөлімдер тақырыптармен жабдықталған, тақырыптарға бөлінген, олар білім нәтижесі әртүрлі жұмыс арқылы көрініп отырады. Келесі бөлім, 5-ші бөлім Cultural Heritage, 6-ші бөлім Art in Kazakhstan, 7-ші бөлім Kazakh Cuisine, 8-ші бөлім Culture and the Traditions. Бұларда әртүрлі тақырыптарға бөлінген. Барлығы 34 сағатқа беріледі. Бұл тақырыптарды жұмыс нәтижесінде көруге болады. Қорытындылай келетін болсақ, Let's Discover Kazakhstan бағдарламасы Қазақстанның өткені, бүгіні, ертеңі туралы кең көлемде мағлұматтар ұсынып, лингво-мәдени білім қалыптастыруға, оқушылардың әсіресе айтылым дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламаны тиімді жүзеге асыру үшін мәтіндер, бейне жазбалар, аудио жазбалар, карталар, үйлестірме материалдар, сөздіктер тағы басқа ұсынылады. Тағы сұрақтарыңыз болса, мархабат, мен аяқтадым.